Көркем еңбек 5-ші сынып ұл балаларға арналған 4-ші тоқсан 7-ші сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы тұрмыстағы жөндеу жұмыстары. Білім алушылар білуге тиісті оқу мақсаты. Қол құралдарын пайдаланып, ақауларды жою бойынша интерьерді ұйымдастырудың тәжірибелік жұмыстары мен қарапайым жөндеу операцияларын орындау. Құрметті оқушылар, суретке назар аударайық. Бұл суретте тұрмыстағы жөндеу жұмыстарына қажетті құралдар бейнеленген. Есімізге түсіреміз. Үйлеріңізде қандай құралдар бар? Олардың тізімін жасаңдар. Қайсысы жиі қолданылады? Неліктен? Ендеше, тұрмыстағы жөндеу жұмыстары туралы бейнероликті тамашалайық. Үйге жеңіл-желпі жөндеу жасауды жоспарласаңыз, өзіңіздің де қолыңыздан келеді. Мәселен, қабырғаға эмульсия жаққыңыз келсе, алдымен оны жақсылап тегістеп алу қажет. Сонда әктеу, сырлау қиын болмайды. Ал күрделі жөндеу жасасаңыз, міндетті түрде маманның көмегіне жүгінген жөн. Жалпы үй салу үшін алдымен қаржы, сосын лайықты жоба қажет. Қаржы жетіспесе, жұмыс орта жолдан тоқтайды. Ал жоба болмаса, жұмыс ойдағыдай жүрмейді. Енді ішкі жұмыстарға келейік. Түс қағазды алып қабырғаны тегістеу қажет. Интернет, теледидар, телефон желілерін орнату керек. Жұмысты кафель жабыстырудан бастаған жөн, себебі ол шаң тозаңы көп, ұзақ уақыт алатын жұмыс. Ашық түсті қабырға бөлмені кең етіп көрсетеді. Пәтердің ішін өзгеше еткіңіз келсе, дизайнерден кеңес алған жөн. Ендігі кезекте тұрмыстық жөндеу жұмыстары туралы тоқталып өтейік. Тұрмыстық жөндеу жұмыстары баршаға белгілі. Мысалы, сөрені ілу, жиһазды құрастыру, есік тұтқасын жөндеу сияқты жұмыстар. Осындай жұмыстарды жүргізу үшін ағаш өңдейтін және слесарлық құралдар қажет болады. Бұл құралдарға ағаш пен металл кесетін аралар жатады. Балғалар, бұрағыштар, қысқаштар, өлшеу таспасы, деңгейліктер, бұрғы және тағы басқа да құралдар жатады. Әрі қарай біз кейбір құрал түрлеріне тоқталсақ, өлшеу таспасы ол ені 15-30 мм болатын, сантиметрдің межелік белгілері түсірілген жұқа болат таспа түріндегі ұзындық өлшегіш құрал. Келесі құралымыз деңгейлік. Ол пластиктен, ағаштан немесе металдан жасалады. Ішіне сұйық толтырылған мөлдір колбасы бар өлшегіш құрал. Ол деңгейлік беттердің горизонталь немесе вертикал бетке сәйкестігін өлшеу үшін қолданылады. Тағы бір құралымыздың түрі ол бұрғы. Бұрғы түрлі материалдарды тесіп бұрғылауға арналған қол электр құралы. Назарларыңызға рахмет.